ақиқатты айқындап жариялар, бара жатыр азайып қариялар, дауыл тұрса бүлк етіп толқымайтын, бара жатыр сарқылып дариялар, деп Мұқағали Мақатай ағамыз жырлағандай, қарттар күнін атап өтудегі басты мақсат әлеуметтік жағынан аз қорғалған қарт адамдарға, аға буын жалғызбасты зейнеткерлер мен мүгедектерге көңіл бөлу, оларға материалдық қайырымдылық көрсету. Бұл күні елімізде ғана емес, дүние жүзінің түкпір-түкпірінде қарттарға арналған мерекелік іс-шаралар өткізіп, кітапханашылар мен жастар тарапынан қарияларға арналған алуан түрлі қызықты да танымды іс-шаралар ұйымдастырылады. Игі дәстүрден біздің Жамбыл облысы көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасы да тыс қалған емес. Қарттары бар ел, бақытты ел, байыпты ел. Қай кезде де небір сын сағатта халқына сүйеу, жұртына қамқор болатын қарттарымыз аман жүрсін, ұрпағының қуанышына бөленсін. Бүгінде біз Қазақ соқырлар қоғамының мүшесі, ардагері, тұрақты оқырманымыз Сәрсенбай Арыстанбек атаның үйіне барып, құттықтап сұхбат алып қайттық. Енді Арыстанбек атаның берген сұхбатын сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Енді жаңағы сол қарттар үйіне апарып салынған кісінің біреуі болып тұр ғой, енді Қарашалымыз. Ол баласы бұларды қарттар үйіне апарып салып, апарып тастағаннан кейін шешесі де қайтыс болған. Қайра ойындайды ғой. Бала әке-шешесін бақпай, қарамай кету деген ол бұл өмірдегі өте келеңсіз оқиға, келеңсіз жағдайлар. Әрбір бала ата-анасын өлгенше қолынан қағу керек. Ата-ана баланы туған күннен бастап қандай қамқорлықпенен 7-8 жасқа аяғына мінгенше, онан кейін оқытады, өсіреді, үйлендіреді, оларды адам қылады. Соны әр бала ұмытпау керек. Ата-ананың қарызы еш уақытта ол өтеліп бітпейді. Мен ата-анамның қарызын жақсылығын жасаған менің жас кезімдегі өтедім деп ешкім айтуға қақысы жоқ деп айтамын мен. Кітапты да оқысаң, содан қолыңнан келгенше сабағыңдар отырасың. Болған оқиғаларды, өмірге өткен оқиғаларға, өзіңнің де өміріңе салыстырып отырасың. Жас кезімізде мынау Мұқағалиевтің шығармалары, өлеңдері жазған нелері үлкенге де кішіге де өте сабақ. Мұқағали Мақатаев. Мұхтар Шахановтың кітаптары өте тебеді. Жақсы нетеді. Ол кісі менің Бауыржан Момышұлының кітаптарын көп өтсіз. Бауыржан Момышұлының болса да ол кісінің оның ерлігі, халықты өзінің сондай жанындай сүйетін қазақ ұлтын. Жазған шығармаларындағы өзінің басынан өткен өмірі туралы, соның бәрін жазған, және сол кісі туралы жазған адамға да бір ауыз өтірік қостырмай жазған ол жағы. Көрдіңіз бе, ол кісінің ұлылығы. Не жазсаң да шындық жаз дейді. Бұл сирек кездесетін адамдардың бірі деп есептеуімізге болады.